6 сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ашық сабақ. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Қайырлы күн болсын жұманың әр сәті, сәттілікке толсын, біздің алар бағамыз кілең-бестік болсын. Жүректен жүрекке психологиялық дайындық. Бәріміз бірге айтамыз. Бәрін де жақсы көремін, үнемі көмек беремін. Үлкенді сыйлау кішілік, үлгілі мінез кісілік. Жүректен жүрекке әдісі. Сабақты бір-біріне жақсы тілек тілеуден бастайды. Мысалы, мен саған бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, береке, сәттілік тілеймін. Топтың ережесі: мұғалімге бағыну, тәртіп сақтау, бір-бірін тыңдау, уақытқа бағыну, бір-бірін әділ бағалау, белсенді қатысу. Бағалау критерийлері: мәнерлеп оқиды, қатесіз жазады, қазақ тіліне тән дыбыста дұрыс айтады, сұрақтарға дұрыс жауап береді. Яғни бағалау парағына топ басшылары әр дұрыс жауапқа 1-ден 5-ке дейін балл қояды. Керемет 9-10 жауапқа 5 деген баға, жақсы 7-8 жауапқа 4 деген баға, орташа 5-6 жауапқа 3 деген баға қоямыз. Қалыптастырушы бағалауда мынадай әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Бас бармақ тәсілі. Мысалы, барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім. Қолпаштау. Керемет. Өз-өзін бағалау. Өте жақсы, орташа деп смайликпен бағалау. Және бағдаршамен бағалау. Үй тапсырмасын сұрау. Борт журналы әдісі. Дескриптор. Астана туралы өлеңдерін жатқа айтады. 2 балл. Болған оқиғаларды дұрыс табады. Әр жауап 1 балдан. Қалыптастырушы бағалау. Бас бармақ тәсілі. Бүгінгі жаңа тақырыпты табу үшін ребусты шешеміз. Дескриптор ребустың шешуін табады, сабақтың тақырыбын айтады. Қалыптастырушы бағалау, бір-бірін бағалау. Сабақтың тақырыбы ел жүрегі Астана. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттарымен және сабақтың мақсатымен танысады. Тыңдалым. Марат Умаровтың Астана туралы әнін тыңдайды. Күтілетін нәтиже: оқушылардың ынтасы, қызығушылығы артады. Оқушылар бейнеклипті көріп, Астана туралы ойларын білдіреді. Қалыптастырушы бағалау: жауап берген оқушыларға смайлик беріледі. Сабағымыз саяхат сабағы. Ол үшін біз қазір әрқашан күн сөнбесін жаттығуын орындаймыз. Әр бұлтта тапсырмалар берілген, соларды орындау барысында күннің көзі ашылады. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, есімдіктің түрлерін тауып, мағыналарын ажыратады. Қалыптастырушы бағалау: бірін-бірі бағалау. Әр бұлтта берілген тапсырмаларды орындап болсаңдар, бүгінгі күніміз ашық. Саяхат картасымен танысайық. Теміржол аялдамасы, Думан аялдамасы, Қаншатыр аялдамасы және Бәйтерек аялдамасына барып, тапсырмаларды орындаймыз. Теміржол вокзалы аялдамасы. Тапсырма: попкорн әдісі арқылы сөздік жұмысы. Дескриптор: сөздердің мағынасын түсінеді, сөз тіркесін құрастырады. Қалыптастырушы бағалау: бас бармақ. Барлығы түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім. Бағалау әдісін қолданады. 2. Думан аялдамасы. 5. тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Дескриптор: өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Қалыптастырушы бағалау: жауап берген оқушыларға смайлик беріледі. Қаншатыр аялдамасына келіп жеттік. 6. тапсырма: айна әдісі арқылы берілген сөздердің синонимдерін өлең жолдарынан тауып,
қимылмен көрсетеді. Сатылай кешен талдау жасайды. Қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі бағалау, бағдаршам әдісін қолданады. Бәйтерек аялдамасына келіп жеттік. Оқушыларға мәтін беріледі. Мәтінмен танысып, Астана Бәйтерек монументі тақырыбында көрініс көрсетеді. Дескриптор рөлдік ойын ойнайды, мәнерлеп оқиды. Қалыптастырушы бағалау, бас бармақ әдісі. Соңғы аялдамамыз темір жол вокзалына келдік. Тапсырма отанымызға, сүйікті қаламызға ыстық ықыластарын, жақсы тілектерін білдіреді. Тәуелсіздігіміздің тірегі, елдігіміздің жүрегі, астанамыз асқақтай берсін. Жұлдызды күндерде кездескенше күн нұрлы болғай. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, керемет әдіс тәсілдерімен бөлісулеріңізге болады.